жадырайма, жадырамайма. Бәрін ертең жау шабады. Шашықты дегенше, жау шапты десенші. Хей! О несей жамандық шақырып? Жейсін бей? Қарамайсың ба мына сұлулықты? Пай, сайындаламай. Манаурап жатқан тау анау, балбырап жатқан бел мынау, мөлдіреп жатқан көл анау, жарқырап жатқан ел мынау. Бұл кім болды? Кім екен? Пақ шіркін, армысың ана? Бар бол балам. Ат үстінде суыт жүрген кім десем, хан ием Әбілқайыр екен ғой. Сусыннан алыңыз. Рахмет ана. Қайда жол тарттыңыз? Мына жақтағы башқұрттар келіссөзге шақырыпты. Сонда барамын. Башқұрттың қулығы ішінде дейтін еді. Әйтеуір, қазақ үшін қайырлы сапар болғай. Алла жолдарыңызды оңғарсын, хан ием. Әумин. Пақ шіркін, неткен керемет табиғат. Қазақ ханы Әбілқайыр хан келе жатыр дей ме? Иә. Біздің басымызға төнген қара бұлтты арылту соның ғана қолынан келеді. Ерушілерді орыстар қамап тастады. Әбілқайыр жау жүрек батыр. Айтқанынан қайтпайтын сол бір бетпелігін өз мақсатымызға пайдаланады. Башқұрт елінен бір қызын атастырып мақсатымызға пайдалансақ қалай қарайсың? Иә, башқұртты жер бетінде сақтаудың бірден бір жолы осы. Осы мүмкіндікті әдемілеп астарлап жеткізейік. Қазақ ханы Әбілқайыр хан келе жатыр. Хан ием, төрлет. Ағайын, жағдайларын түсінемін. Арттағы қатын баланың жайына қабырғаларын қайсатын өті бар. Қанша дегенмен патшалықтар біраз жыл шайқасты. Қанымыз жақын, түбіміз бір. Болашақты, қазақты, башқұртты жақсы түсінеміз. Сол үшін бекзашылымды білдірем. Алла жар болып айтқанымыз келер. Ләйім солай болсын. Әумин. Башқұрт елінің жер басып жүрген үлкен кішісі, еркек әйелі, олардан бұдан кейінгі қандас қазақ бауырларымыздың ұлы әміршісі Әбілқайыр Баһадүр хан, жау жүрек батыр, ер қолғайдың билеушісі деп жариялайды. Әбілқайыр Баһадүр хан, дүние тұрғанша тұрғай. Айтар датым бар, хан ием. Ай десе аузы, күн десе көзі бар қызымызды сізге айттырсақ қалай қарайсыз? Я десеңіз, біз іске кірісейік. Хан ием, ол екі сатқынның айтқанына жасап ұрынбаңыз. Ол екі сатқын әдейі өзін сақтау үшін осы әрекетке көшіп отыр. Хан ием! Айттым ғой сендерге, жау шабады деп.